Қайырлы күн, әріптестер. Мен Тілепбергенова Аяулы Манарбек қызы, номер 53 мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі, педагог, модератор. Менің бүгінгі сабағымның тақырыбы Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының күшеюі, зерттеу сұрағы. Не себепті Қадырғали Жалайыр Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді деп жазды. Оқу мақсаты: қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау, қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Оқу мақсаты: қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Жақсы, отырамыз. Жақсы балалар, енді бізде бүгін Қазақстан тарихы сабағы. Жаңа тақырып бастаймыз. Тақырып бастамас бұрын алдымен мен сендерді қазір 4 топқа бөлемін. Алдарында топтың атаулары берілген. Осымен де қазір онлайн рандом арқылы 4 топқа бөліп араластырып қоямын. Оқушыларды топқа бөлу үшін арнайы classroomscreen.com сайтын қолдандым, яғни онлайн рандом арқылы оқушыларды 4 топқа бөлдім. Оқушылар ұлттық құндылығымызға сай ақындар, айтыскерлер, жыршылар, күйшілер топтарына бөлініп, өздерінің топтарының мағынасын түсіндірді. Балалар, кітабымызды ашамыз, тегімізге бүгінгі күнді жазамыз, және бізден тақырып 43-ші параграф. Қасым хан кезіндегі қазақ хандығының нығаюы деп аталады. Тезірек дәптерге жазайық. Тақтаға қараймыз. Мен тақтада бүгінгі біздің тақырыбымыз қайталап айтып жіберейік. Қай ханды өтеміз біз? Қасым хан. Енді Қасым хан туралы кішкене дерек айтып кетейін. Біздің негізгі бүгінгі оқу мақсатымыз қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау және қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Енді Қасым хан тақырыбына кіріспес бұрын осыған дейін қазақ хандығының құрылуы деген тақырыпты білдік. Енді осыған байланысты мен қазір үй тапсырмасын сұрайын. Менде қолымда фри бар, біз бәріміз жеп жүрген шығармыз, білеміз. Қазір бір топтан бір оқушы жауап берсін. Дауыстап оқуға. Қазақ хандығының құрылуы қандай елдермен байланысты? Моғолстан және Әбілқайыр. Енді екінші топқа. Қазақ хандығының бастапқыда ең басты қарсыласы кімдер болды? Қазақ хандығының бастапқыда ең басты қарсыластары Әбілқайыр хандығы деп ойлаймын. Себебі Әбілқайыр яғни Әбілқайыр олардың бөлек шығуына қарсы болды. Яғни олардың Моғолстаннан жер сұрап, олардың күшеюіне қарсы болды. Сондықтан олар Әбілқайыр хандығы олар Керей мен Жәнібектің басты қарсыласы болды деп ойлаймын. Бірақ нәтижесіне келгенде Керей мен Жәнібек оны түбегейлі жойып тастады. Осылайша оқушылар фри әдісі арқылы әр топтан бір оқушы үй тапсырмасын еске түсірді, яғни қазақ хандығының құрылуы жайлы айта отырып бүгінгі сабаққа кіріспе жасады. Атымызды жазып шығайық, Үшінші топқа бағалау парағы. Атымызды жазып шығайық. Фатима жазып отыр. Бар ма? Қара берші. Қара, ішіндегі Сабақты бағалау әдісіне мен бәйге әдісін қолдандым, яғни оқушылардың аттары жазылған тұсқа олардың жылқылары сабақ соңында 10 балға дейін жетуі тиіс. Бұл әр тапсырманың дескрипторына байланысты.
арнайы жаңағы үй тапсырмасын қайталап алдық. Енді қазақ хандығы құрылғаннан кейін алғашқы хандар Кереймен Жәнібек қазақ мемлекетін нығайтады, иә. Енді кейін бізде қазақ хандығында жалпы хан болудың өзінің ережесі бар. Ең бірінші кім отыру керек таққа? Шыңғысхан Бұл керек және Жансыз келіп отырады, иә. Тура біздің қазақ хандығында сол тәртіпті сақтап, бірінші Керей отырды. Жәнібек отырды. Енді Жәнібектен кейін Керейдің Бұрындық немесе Мұрындық деп те атайды. Бұрындық хан осы қазақ ханның 3-ші ханы. Ол кезде қазақ хандығы біршама жағдай жақсарады. Яғни Сырдария бойына, қазіргі орталық Қазақстан жерлеріне жорықтар жасайды, бірақ осы кезде бір жағдай қалыптасады. Қазақ ханның ішінде хан Бұрындық болса да, кімнің билігі, абыройы, Қасым ханның билігі абыройы Қасым ханның, Қасым сұлтан деп айтады. Қасым сұлтанның билігі, абыройы арта береді. Жаңа сабақты түсіндіру барысында мен арнайы жасанды интеллекті, яғни ChatGPT сайтын қолдандым. Осы арқылы оқушылар мен бірге Қасым ханның бейнесі, яғни портреті жасалды. Бірінші тапсырма жұптық жұмыс. Қасым хан бейнесін орта ғасырлық тарихшылардың еңбектері арқылы сипаттау. Дескриптор. Қасым хан туралы авторлардың еңбектерін оқиды. Қасым ханға тұлғалық портрет жасайды. Жәнібек ханның ұлының танымалдарының ішінде Қасым хан танымалдар болған. Оның қол астында миллионнан асқан адам болған. Жорждан кейінгі Қасым ханнан кейін, Жорждан кейінгі хан, Қасым ханнан кейінгі ең жақсы, ең мықты хандарды көрмеген. Ең мықты Қасым хан мен сұлтандардың ең Қасым хандай мықты әлі құдіретті ешкім болған емес. Оның ішінде Қасым хандай ешкім болмаған. Және де оның қол астында 300 мыңдай әскері бар. Жәнібек ат-Тауарих. Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны ол Қасым хан еді. Жақсы, енді осы тапсырмаға 2 балл, барлығы оқып түсінсеңдер 2 баллға жылжытамыз. Яғни біздің еміз жылқымыз 2 баллға тұру керек. Егер өте жақсы түсінсеңдер 2 балл, егер жеткізбей түсінсеңдер 1 балл. Екінші тапсырма жеке жұмыс, яғни математикалық ойын. Берілген сандар арқылы есептің жауабын тауып, оны Қасым хан тақырыбына Екінші тапсырма тарих пен математиканы байланыстырамыз. Ол үшін мен қазір жеке-жеке дәл осы тапсырманы алдарына таратам, есептейміз және қандай сан шығады, бүгінгі тақырып бойынша кітаптан іздейміз де, сол жылы не болды соны табуымыз керек. Түсінікті ғой, иә? Мен топтарға әркім өзі есептейді. 6-шы әдісі бұл математиканың. Үшінші тапсырма топтық жұмыс, яғни әр топқа Қасым хан тақырыбына байланысты жеке тапсырмалар беріледі. 3 минут ішінде топтар дайындалып, өз жобаларын қорғауы тиіс. Біз қазір мына картаға Қасым ханның қай жерге жорықтар жасады соны белгілейміз, иә? Кітапта бар, соны қолданамыз. Яғни кітаптағы мәлімет ақындар тобына белгілейміз. Қасым ханның қысқан шоуы заңдар жиналды. Оқимызда осыны жазамыз. Сабақтың соңында кері байланыс, яғни бүгінгі сабақтан алған көңіл күйлерін түрлі түсті күйзеге жапсыру тиіс. Және оқушылардың бүгінгі сабақта алған білімдерін тексеру үшін Padlet.com онлайн платформасы арқылы берілген QR кодқа кіру арқылы өздерінің сабақ туралы пікірлерін жазып
қалдырады.